2020-23 жылдардағы Сатурнның жағымсыз әсері. жылдың наурыз айының соңынан бастап Сатурн суқойғыш белгісіне еніп, енді онда 2023 жылға дейін қалады. Бұл не деген сөз? Сатурн маңызды планета және бірінші кезекте ол бізден шыдамдылық, табандылық пен жауапкершілікті талап етеді. Бұл арада COVID-19 вирусына байланысты кризис бекер емес. Өйткені Сатурн жұлдызнаманың барлық белгілеріне ауыр сынақ тудырады. Олар өзіне жауапкершілікпен қарап, көп нәрсе үйренулері керек деп белгі береді. Бұл кезеңде жиі үнемдеп, аз нәрсеге қанағаттану керек. Бірақ әрдайым жаман бола бермейді. Планетаның үйлесімділігінің арқасында қалыптасқан өмірді сезіндіреді. Тек осы жаңа өмірге қалыптасу керек. Дегенмен, еңсерілмейтін қиындықтарға тап болып қалдық деп көрінуі мүмкін. Бізге кәсіби қызметті қайта құруға дайындалу керек. Өз әуестіктері мен хобби мен ақша табуға, балалардың болашағын ұйымдастыруға және ойлауға, пікірлестермен бизнес құруға, нағыз және уақытпен тексерілген достарды ғана қалдыра отырып, өз таныстарының шеңберін қайта қарауға тырысу керек. Жұлдызнаманың 4 белгісі шектеулер мен жауапкершілік кезеңін айқын сезінеді. Торпақтар, саршаяндар, арыстандар және суқойғыштар. Сондықтан сіз өз денсаулығыңызға мұқият қарап, қоршаған ортаға септігіңізді тигізіп, материализмнен кетуіңіз керек. Барлық жұлдызнама белгілері үшін мына салалар бойынша ерекше жауапкершілік көрсету керек. Тоқты, қоғамдық сала, достық байланыстар, ұзақ мерзімді мақсаттар қою. Торпақ, мансап және әлеуметтік мәртебе. Егіздер, мақсатты болжау және білім. Шаян, қаржылық ірі мәмілелер, денсаулық, қарыздар, салықтар, бизнес. Арыстан, серіктестік. Бикеш, жұмыс саласы, міндеттер мен денсаулық. Таразы, сезім және шығармашылық саласы, балалар және сүйікті адамдар. Саршаян, отбасы және үй. Мерген, қарым-қатынас және байланыс саласы. Тауешкі, қаржы саласы, энергетикалық ресурс. Суқойғыш, жеке тұлға саласы, осы әлемдегі өзін және өзінің рөлін қайта бағалау. Балықтар, сана сезім, өз-өзімен ішкі жұмыс.